Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге өте керемет болып шығатын, дәмі тіл үйіретін, өте оңай заттардан жасалатын, көп уақытты қажет етпейтін балмұздақты жасап көрсететін боламын. Міндетті түрде толық қарап шығыңыздар. Құрамына бізде осындай кез келген печенье қолдансаңыздар болады. Алма, йогурт және де балмұздақ таяқшалары бізге қажет болады. Ең әуелі жұмысымызды алманы тураудан бастайтын боламыз. Алманы осылай екіге бөліп аламыз да, осылай төртке бөліп, оның қажетсіз бөліктерін алып тастаймыз да, дәл видеодағыдай етіп, төрт бұрышты етіп турап шықсаңыздар болады. Алманың орнына негізі кез келген жемісті қолдануға болады. Банан қолдансаңыздар, киви, алмұрт, шабдалы секілді жемістерді қолдануға болады. Міне біздің алмамыз дайын болды. Дәл осылай турап аласыздар. Содан соң осылай йогуртымызға алмамызды салып алатын боламыз үстінен. Бізде дайын болды. Ал осылай печеньелерді, мен осындай шоколадный печенье қолданған болатынмын. Осылай шоколадный печеньелерді қолдың көмегімен барлығын үгітіп алатын боламыз. Негізі кез келген печеньені қолдануға болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қолдансаңыздар болады. Печенье көбірек қоссаңыздар да өте керемет болып шығады. Міне бізде дайын болды. Осылай қасықтың көмегімен жақсылап тұрып, араластырып аламыз. Яғни йогурт, жаңағы алма, печеньеміз жақсы бір-біріне сіңуі қажет. Міне бізде дайын болды. Осылай енді балмұздақтың таяқшаларын аламыз да, жаңағы йогуртымыздың ішіне орналастырып шығамыз. Және де морозильнигіміздің ішіне осылай жаңағы дайын болған балмұздағымызды салып шығатын боламыз. Міне достар, осылай болып қатты. 3-4 сағатқа қойған кезде нәтижесі осылай болып шықты. Енді дәмі деген тіл үйіреді. Менің балаларыма да, келген қонақтарға да ұнады. Міндетті түрде жасап көріңіздер достар. Өкінбейсіздер. Біздің Ақ Дастархан YouTube каналына тіркелуді, лайк басуды және де қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Біз сіздерге әрқашан рецепттермен қуантатын боламыз.